Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, номері 12-ші жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Айранбаева Жанна Өмірбекқызы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? 7-ші сынып қазақ тілі пәні бойынша Қазақстандағы ұлттар достығы бөлімінің Қазақстан халқы ассамблеясы тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымыздың оқу мақсаты әлеуметтік қоғамдық, оқу еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монологтердегі автор көзқарасы мен көтерілген мәселені талдау, еліктеу сөздердің мәнмәтіндегі қолданысын түсіну, жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын әңгіме құрастырып жазу. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қазақстан халқы ассамблеясы. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайтын тірек сөздерді табыңыздар. Ассамблея бірлестік деген мағынада жұмсалады. 1995 жылғы 1 наурызда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Қазақстан халқы ассамблеясы құрылды. Ассамблеяның мақсаты қазақ халқының қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық татулықты нығайтудағы рөлін көрсете отырып, этносаралық келісімді қамтамасыз ету, қазақстандық патриотизм және бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастыру. Бүгінде Қазақстанда тұратын 130-дан аса ұлт өкілдерінің мәдениеті, тілі, салт-дәстүрі дамуы үшін барлық жағдай жасалған. 800-ден аса этномәдени бірлестіктер мен 15 тілді газет-журнал, 8 тілде радио бағдарламалар, 7 тілде телебағдарламалар жұмыс жасауда. Өзбек, тәжік, ұйғыр, украин және орыс тілдерінде білім беретін мектептер бар. Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы, әлемдік дәстүрлі діндер көшбасшылары съездері өтеді. Бұл біздің еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласындағы келісім мен бейбітшілік сарайы. Бүгінгі сабағымыздың әдеби тіл нормаларына келетін болсақ, бүгін біз сіздермен қазақ тіліндегі 9 сөз табының бірі еліктеу сөзбен танысатын боламыз. Еліктеу сөз өз ішінде екіге бөлінеді: еліктеуіш сөз және бейнелеуіш сөз. Еліктеу сөз әртүрлі дыбысқа, құбылысқа еліктеу және олардың бейнесін елестету мәніндегі сөз табы. Еліктеу сөз көмекші етістікпен тіркесіп, бейнеге не дыбысқа еліктеу мәнін білдіреді. Мысалы, жарқ етті, тарс етті, гүрс етті, қорбаң етті. Еліктеу сөзге жұрнақтар жалғанып, ол заттық, амалдық, қимылдық мәнде жұмсалады. Мысалы, тарсыл, дүрсіл, желбіреп. Көркем әдебиетімізде ұлттар достастығы кеңінен көрініс тапқан. Бізге Білімленд онлайн мектеп сайтынан Сайын Мұратбековтың «Жабай алма» повесінен үзінді беріліпті. Бұл үзіндіден еліктеу сөздерді табыңыздар. Манар мен Карлдың достығы біздің ауылда аңызға айналған. Араларынан қыл өтпейді екен десетін. Екеуінің қалай танысқандарын бір рет естігенім бар. Немістер келген кезде оларды көшіріп әкелуге станцияға біздің ауылдан барған арбаның бірін дүр еткізіп Манар айдап барады. Біздің Манар жұқалтаң өңді, сүйкімді, қыз мінезді бала ғой. Ал осыдан 3 жыл бұрын тіпті кішкентай кезі. Өзіне бір қараған бала үйіріліп, елпілдеп, дос болғысы кеп тұратын ерекше бір қасиеті бар бойында. Міне, сол Манар үлкен адам сияқты бір арбаның иесі бір өзі боп тұрғанда, қасына өзі құралпы бір немістің баласы келеді. Екеуі сөйлеседі, бірақ бірінің тілін бірі түсінбейді. Сонда да бірін-бірі түсінген адамдардай-ақ жымың-жымың күліседі, қол алысады. Бірі Карл деп, екіншісі Манар деп өздерінің аттарын айтады.
Бүгінгі сабағымыздың оқу тапсырмасы. 5-ші тапсырма 103-ші бет. Суреттерде қай ұлт өкілдері бейнеленген? Фразеологизмдер мен мақал-мәтелдерді пайдаланып, сөйлемдегі ойды жалғастырып жазыңыздар. Қазақстан Халқы Ассамблеясы татулық пен бірліктің кепілі. Өйткені әрі қарай өз ойларыңызды жалғайсыздар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.